Ақсақ құлан туралы. Қазақтың күйшілік өнеріндегі көне күйлердің бірі халық күйі Ақсақ құлан. Бұл күйдің шығу тарихы қазақтың төл аспабы домбырамен байланысты. Бізге жеткен бұл күйдің шығуы туралы аңыз бойынша хан алдында күй тартқанда күйші кербұға домбырасының үнінен балаң өлді жошы хан деген сөздер естіліп тұрған екен. Ал ол кезде домбыраның көмей тесігі болмаған көрінеді. Күйді жеткізуші оның мазмұнын былай деп баяндаған екен. Ертеде жошы ханның үлкен баласы аңға шығып құлан атуға барғаннан қайтып оралмапты. Баласын біраз күндер күтіп, ақыры келмеген соң, оның тірі емес екенін әкесі сезеді. Енді не болса да жаман хабарын естігісі келмеген хан, кімде-кім менің баламның қайғылы хабарын естіртсе, соның көмейіне қорғасын ертіп қоямын, деп халыққа жар салыпты. Халық ханның баласын құлан теуіп өлтіргенін біледі, бірақ әкесіне айтуға батылдары бармайды. Күндердің күнінде ел аралап жүрген бір домбырашы бұл хабарды естіп ханның ордасына барыпты. Бірақ күзетшілерден асып ордаға кіре алмай, далада қақпа алдында отырып, домбырасынан бір күйді күңіренте тарта беріпті. Кешқұрым сұңқылдап қоймаған домбыра үні орда ішіндегі ханның құлағына шалынады. Тақта мүлгіп отырған хан сәл басын көтеріп, «Мынау ненің үні, барып біліңдерші. Егер менде шаруасы бар адам болса, мұнда алып келіңдер», деп уәзірлерінің бәріне әмір етеді. Уәзір әлгі домбырашыны ханның алдына алып келеді. Хан оған «Қайдан жүрген адамсың? Мұнда келу мақсатыңды айт», дегенде домбырашы «Тақсыр, көптен көңілімде жүрген бір күйім бар еді. Соны сізге сынатқалы келіп едім», депті. Олай болса домбыраңды тарт», депті хан. Бұл сөзді естіп, күйші домбырасының бұрауын қоңыр дауысқа келтіріп, әрбір қағысын салмақпен қағып, бір күйді тарта бастапты. Ханның өзінен рұқсат алған домбырашы күйін боздата тартқанда, домбыраның көмейінен «Ақсақ құлан шошыған, қырда еркін жосыған, тынышын бұзып құланның, оқ атқан сіздің ұлыңыз опат болды осыдан». Хабарын соның айтуға арып-ашып алыстан келіп тұр мынау домбыра, болған істің барлығын қалдырмай түгел баяндар. Үніне оның құлақ сал, қаумалаған халайық, хан бастаған жарандар, деген қайғылы үн күңіреніп естіледі. Әсіресе домбыраның әрбір буынында опат болды деген сөздер адам айтқандай ап-анық естіліп, қайталанып тұрады. Мұны естіп сезгенде төрде отырған хан егіліп жылайды. Ханның шешесі мен әйелі, қызы қатты қапаланып зарлайды. Домбыраның сиқырлы сазы мен қайғылы үнінен есі кетіп әлсіреген хан «Ұстаңдар мына күйшіні», деп уәзірлеріне әмір етіпті. Сонда күйші ханға қарап «Уа тақсыр, мен аузымды ашып ештемеде айтқан жоқ едім ғой. Жазығым, өзіңіздің рұқсатыңызбен күй тартқаным ба? Барлық сырды ашып айтып берген мынау домбыра емес пе?» депті. Хан осы жерде сөзден жеңіліп, берген жарлығын орындау үшін кім болса да бәрібір қаралы хабар әкелгені үні үшін жазасын алсын деп бұйырып, домбыраның қақпағынан көмей тесігін жасап, қорғасын ертіп құйғызыпты. Содан бастап домбыраның көмей тесігі пайда болған екен деседі.